Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осылай шайға ерекше тәтті тіске басар жасайын деп тұрмын. Бізде осындай 4 алмамыз бар. Бұл алмалар барлығы шуылған, сүртілген. Енді қазір біз сыртын бірінші ашып аламыз. Содан кейін кубиктап турап шығамыз. Енді үйлеріңізде сіздерде қалып қойған алма болса да бола береді. Өйткені балалар кейде бір-екі тістейді, одан кейін жемей қалады деген сияқты. Сол кезде жан-жағын тазалап, қалған бөлігінен турап жасасаңыздар да болады. Енді алма текке қалып қоймау керек деген сияқты. Енді қазір мына алмалардың барлығын мен осылай турап алам. Сыртын бірінші ашып алайын. Сыртын осылай ашып аламыз барлығының. Осындай ерекше дәмді алмадан жасалған, енді пирог дейміз ба, чебуреки тәріздес сырты дайындайын деп тұрмын. Осылай сыртын ашып аламыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін жай көрсеттім. Енді қалған бөліктерін ашып алайын. Достар, мен 4 алманың да сырттарын барлығын ашыдым. Енді ортаңғы осындай жаман жерін алып тастаймыз. Ары қарай қалай жасалатынын көрсетемін. Міне. Осылай алмамыздың барлығын сыртын ашып тазалап алдық. Енді ортасынан бөліп, ортаңғы бөлігін тазалап турайтын боламыз. Міне достар, алмалардың барлығын осылай ортасынан бөліп тазалап алдық. Енді тураймыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай турай берсеңіздер де болады. Барлығын осылай уақыт алмай қояйын. Осылай турап шығасыздар. Осылай барлығын турап шығасыздар. Міне мен осылай алманың барлығын өздеріңіз видеода көргенде турап алдым. Енді бізге осындай сковородкаларыңыз бола ма? Енді өздеріңіз көресіздер. Мен осылай шұңғылдау қазаныма 2 ас қасықпен 2 ас қасықтың көлемінде майымызды салып алдық. Үйдің сары майын қоссаңыздар да болады. Және біз осы май қазір пешімізде ери бастағанда біз 2 немесе 3 ас қасықпен қантымызды салып, кішкене ери бастағанда осы алмамызды барлығын салып, бір 4-5 минуттың көлемінде кішкене майымызбен, қантымызбен араластырғанша ерігенше былғап осылай дайындап аламыз. Майымыз бізде еріп жатыр. Енді осы майымыздың үстіне міне 1 қасық, 2 қасық, 3 ас қасықпен толтырып қантымызды салып былғаймыз. Міне осылай майымызбен қантымызды араластырып отырып былғаймыз. Майымыз ери бастағанда алманың барлығын саламыз қазір. Видеода қалай көресіздер, солай жасаңыздар. Осылай былғап аламыз. Енді алманың барлығын осылай салып аласыздар. Енді осы 5 минуттай осылай араластырасыздар. 5 минуттан кейін алмамызды суытып салқын жерге қойып қоямыз. Оған дейін біз қамырын дайындайтын боламыз. Майымызға, қантымызға алмамызды 5 минуттай қуырып алдық. Міне енді үйлеріңізде, мен ұмытып бара жатырмын, үйлеріңізде осындай лимон болатын болса, қоссаңыздар болады. Міне осылай аздап қосып жіберіңіздер. Осы кішкентай бөлігі жетеді. Енді араластырып суығанша қоя тұрамыз. Достар, міне біз алмамызды балконға шығарып қойдық су үстін деп. Енді бізге осындай 2 жұмыртқамыз қажет. Жұмыртқаны салып аламыз бірінші. Және екінші бізге 4
ас қасықпен қант керек. Егер де қант көп дейтін болсаңыздар, онда 2 немесе 3 қасық салсаңыздар болады. Енді біздің үйдегілер тәттіні өте қатты жақсы көреді. Сол себепті осылай 4 қасық салып отырмын. Міне, қантымызды салып алдық. Енді 1 шай қасықпен қопсытқыш саламыз. Разрыхитель. Міне, 1 шай қасықпен. Және үйлеріңізде болса, осылай ванилин қоссаңыздар болады. Болмаса қоспай қоюға да болады. Енді мен аздап дәмі басқаша болсын деп қосып жатырмын, әдемі болсын деп. Міне, аздап қана қостым. Енді бізге 3 үлкен қасықпен осылай сүтіміз қажет. Міне, 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық. 3 ас қасықпен сүтімізді қосып алдық. Сүтті неге қостық? Себебі бізде мынау қамырымыз тарап кетпеу үшін, әдем болу үшін, ұстап тұру үшін осылай сүтті қосамыз. Енді осыны бір араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін, міне, енді бізге бір 2 қасықтай үлкен қасықпен май қосамыз. Міне достар, осындай көлемде 2 үлкен қасықпен майымызды қосып аламыз. Үй температурасында тұр, енді бізге осылай ақырын араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйықтығымыз дайын. Енді міндетті түрде ұнымыз иленген болу керек. Ақырын сала отырып, ұнды бірден көп салып жібермеңіздер. Осылай сала отырып нанымызды бұқтырамыз. Міне. Осылай барлығын дұрыстап тұрып, араластырып, әдемілеп тұрып бұқтырамыз. Бұл қамырымызды қазір біз 2 бөлікке бөлетін боламыз. Өзі кез келген нәрсеге мен осы 72%-тік майды пайдаланамын. Пирогтарда барлығы әдемі шығар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Тіркелгеннен кейін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мендегі жаңа рецепттер сіздерде шығып тұрады міндетті түрде салғанда. Сондықтан менде каналымда кез келген үйлеріңізге кез келген уақытта қонақ келсе, бір жақсы жері каналды ашып жіберіп, түрлі тез дайындалатын бауырсақтың түрлері, ашытқы мен ашытқысыз дайындалатын пирогтың бірнеше түрлері және тез дайындалатын печеньенің түрлері. Сондықтан даже 5 бармаққа дейін салып қойдым мен. Қамыры езілмей дайындалатын. Қарап өтіңіздер, көріңіздер, жасап көріңіздер, міндетті түрде жазыңыздар. Енді мен тағамдар дайындағаннан кейін міндетті түрде дәмін бірге көретін болам. Қыздарым мен отбасымен міндетті түрде қалай шыққанын бөлісіп отырамын. Сондықтан каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Міне осылай қамырымыз дайын болып қалды. Көп уақытты алған жоқ, өздеріңіз көріп тұрғандай 5 минутта болған жоқ, қамырымыз дайын болып қалды. Достар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны 2 бөлікке бөліп аламыз. Міне осылай теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Міне ортасын қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Енді осылай бір басып жібереміз. Екінші нанымызды да осылай басып аламыз. Біз алмамызды осылай салқындап тұрған жерінен шығардық. Енді біз нанымызды самыз, қамырымызды. Емес, дәл осындай қамырдан екеуін жасайтын боламыз. Қамырымызға күшті болып тұр. Өздеріңіз қарасаңыздар, қараңыздар. Сып аламыз. Мен енді табаға салатын кезде қағаз салмайым. Білмеймін, самсаны пісіргенде де сол қағаз салмай пісірем. Қағаз салсам жабысып қалады. Егемен қағаз дұрыс таңдамай жүрмін ба? Қазір енді қағаз салмай осылай табамызға майымызды жағып алдық, осыған салатын болам. Кез
берілген нәрсені беріліп шынайы жасасақ өзі әдемі дәмді шығады. Сондықтан жасағанда шынайы көңілмен осы әдемі болып шықсын, тәтті болып шықсын деп сондай керемет ниетпен жасаңыздар. Ашуланып ренжіп жасаған нәрсе ол дұрыс шықпайды. Менде солай. Осылай жарты бөлігін салатын боламыз. Суы шығып әдемі болып тұр екен. Осылай салып аласыздар. Өте керемет шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай жарты бөлігін салып аламыз. Алмамыз салып алғаннан кейін енді мына жақ бетін осылай чебурекиді қалай дайындайсыздар, солай жауып шығасыздар. Қолымызбен осылай аздап басамыз да вилкамен жан-жағын сәндеп жібереміз. Менің қызым да менімен қабаттасып болмай жатыр. Міне осылай. Осылай барлығын шеттерін басып шығасыздар. Жасап шықтық. Енді бісміллә деп табамызға саламыз. Осылай салып аламыз. Қазір міне осылай болып тұр. Қазір екінші бөлігін жасаймыз. Міне достар, біз екінші қамырымызды осылай 4 бұрышты қылдып көлемін кішкене өзгешелеу болсын деп ысып алдық. Енді осылай қалған алмамызды салып шығамыз. Міне екінші бөлігін осындай көлемде жасап алмамызды салып алдық. Нанымыз, қамырымыз жұқа емес. Міне осындай көріп тұрғандарыңыздай. Енді осылай біріктіріп жан-жағын жауып шығамыз. Жауып, бұны да вилкамен, шанышқымен жан-жағын басып шығамыз. Осылай жасап шығамыз. Қазір енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Міне осылай дайындап алдық. Енді жан-жағын басып шығайық. Алмамыз жеткілікті, екеуіне де жетті. Сондықтан міндетті түрде рецепт бойынша жасап көруді ұмытпаңыздар. Осылай қатты басып шығамыз. Енді осы бөлігінді алып табамыздың екінші жақ бөлігіне салатын боламыз. Енді қамырымыз өте жұмсақ емес, сондықтан осылай салып аламыз. Осындай міндетті түрде жасап көріңіздер. Беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің осындай алмадан жасалған пирог тәріздес, тіске басар тәттіміз дайын болды. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді ортасының қандай болғанын бірге көрейік. Иісі деген бұрқырап күшті болып тұр ғой кәдімгідей. Енді осылай тіліп көрсетейін сіздерге қандай болғанын. Ой, ыстықтығынай. Түскі асқа қыздарым келгенде күшті шай болатын болды. Үйлеріңізде желінбей қалған алма болатын болса, немесе бір молынан алма кеп жатсаңыздар дүкеннен, міндетті түрде осы пирог дейміз ба, енді не дейміз, жасап көріңіздер. Міндетті түрде. Не осылай болып тұр. Иісі деген бұрқырап тұр. Күшті болып тұр. Жақынырақ көрсетейін, мен бүгін көрдіңіздер ме, қалай бұрқырап тұрған. Енді сіздермен бірге осындай әдемі пирогтың дәмін бірге көретін боламыз. Ыстық болып тұр, енді
Бұнда да көрейік. Қамыр жүген үгітіліп күшті отырған. Қамыр осында өп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 180 градуста пештіңізде пісіріп аласыздар, бетінің қызарғанша. Асты да осылай әдемі болып піскен. Міне, екі жақ беті де. Сондықтан жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.